өзгеше болмақ. Біз алты қалпақ кию арқылы, мысалы, қызыл қалпақ бүгінгі сабақтағы болжамды, ішкі түйсікті білдіреді, эмоцияны білдіріп отырады. Бекарыс. Ақ қалпағымыз сабақ бойынша өз ойын, өз пікірін ашық, еркін айтып отыратын болады. Ал біздің қара қалпағымыз бұл сабақ бойынша сын пікір. Сабақтың қара жағын қара, ақ жағын ақ деп, иә, жоқ деп сабақты айтып отырады, сын айтып отырады. Ал көк қалпағымыз бұл бүкіл алты қалпақтың пікірін қорытындылап сабақты түйіндейтін болады сабақтың соңында. Жасыл қалпағымыз бұл шығармашылық жұмыс. Сабаққа жаңа ұғымдар, жаңа идеялар ұсынып отыратын болады. Бүгінгі сабақ тақырыбының өмірмен байланыстылығын, сендерге қажеттілігін айтып беретін боламын. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыз қазіргі роботтар түрінде болады. Роботтар не үшін қажет? Адамдар роботқа ауыр әрі қауіпті жұмыстарда бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтар жүйе қолданылады. Кітапқа қараңдаршы, балалар. Сурет бойынша әңгімелейді. Сурет бойынша. Кәнекей бізге Әли Сұлтан сурет бойынша бүгінгі сабақтың бастамасын бастап айтып бере қойсын. Ашемнің робот бар. Ол өте робот. Ашемнің сұрақтарына жауап беріп айтқанын неге етпей орындайды. Ашем онымен сабақ оқығандарын ұнатады. Өйткені роботтардан біледі. Жасыл қалпақ. Өздерінде қандай робот болғанын қалар едіңдер? Жақсы. Алиша. Поли. Үй жинайды, тамақ пісіреді, билейді, үй тапсырмасына орындауға көмектеседі екен. Бекарыс. Мен роботым аты Жумпаз. Ол үй жинайды, тамақ жасайды, сабаққа көмектеседі. Ол тұрасы үшін даған математиканы жақсы меңгеру қажет. Және өте тапқышты қасет қажет. Дұрыс айтасың, математиканы меңгеру керек екен. Сабаққа жақсы қатысыңдар, өз ойларыңды әлде де ашық айтуға, еркін сөйлеуге тырысамыз. Жақсы ма, балалар? Мінекей, мынау Алиша қиялындағы роботтың бейнесін жақсылап салды. Жақсы, ақылды мысал. Мінекей, сабаққа жақсы қатысқаның үшін. Абдрахим, сабаққа сен де жақсы қатысқаның үшін. Бүгінгі сабаққа Бекарыс, жарайсың, өте жақсы. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Сендерге рахмет. Қоштасып қояйық, балалар.